Көкесі Жаманның телефонына қоңырау соғылады. Тұтқаның ар жағындағы белгісіз адам Бел тірі. Ол сенің ағаң мен жеңгеңді өлтіру үшін қасына бара жатыр дейді. Сосын Жаман асығыс досына хат жібереді. Хатты қарындасым Жанды қорға, мен тез арада қайтамын. Бел тірі екен деп жазады. Белдің кім екені жайлы алдағы уақытта айтатын боламын. Жаманды туннель ішінде бір апай бұзылған көлігіне көмек сұрап бүгейді. Сөйтсе бұл тұзақ екен, Жаманның көлігінің артынан үлкен фура келіп соғады. Жаманның көлігі мықты екен, кейіпкерге ешқандай зақым келмейді. Жаңағы жүк көлігінен бір топ кісі өлтірушілер Жаманға қарай бара жатыр. Сәлем достар. Сіздермен кино мазмұн. Бүгін жалдамалы кісі өлтірушілер дүкені атты дораманың 4-ші бөлімін қысқаша мазмұндайтын боламын. Достар, осы видео ұнаса лайк басып, егер ұсыныстарыңыз болса комментарияға жазып кетіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. 4-ші бөлім қоймаға көптеген кісі өлтірушілердің кіріп келе жатқанынан басталады. Қойма іші тас қараңғы. Менхе жалғыз өзі қойма ішіндегі кісі өлтірушілерді біртіндеп өлтіруде. Жан мен Чон мен құпия жертөлеге түседі. Оларды қара бетперде киген жігіт күтіп тұрады. Әлгі жігіт екеуіне қару кезеніп, Жанға Печонменнің қолына кісен тақта, соңынан жүріңдер дейді. Жан өтіріктен Печонменді құлатып кісен салмақшы болғанда кейіп көрсетіп, артынан қара бетперде киген жігітті бондырып есінен талдырады. Сосын жігіттің кім екенін білу үшін бетпердесін шешеді. Содан кейін кадр бірден Жанның мектеп кезіндегі естеліктеріне оралады. Жан демалыс орнында құбылмалы әткеншекте ұшып жатыр. Қасында бір жігітпен танысып жақсы келісіп кетеді. Ол жігіт Жанды мотоциклімен үйіне дейін жеткізіп салғанын көкесі Жаман көріп қалады. Ертеңіне жігіт Жанды көріп көрмегендей кейіпте теріс айналып кетеді. Бұл жағдайды түсінбей көкесі Жаманға бұл сенің ісің бе? деп айтады. Көкесі Жаман, сен әлі бойжетпедің Жан. Сол үшін жігіттерге жолама дейді. Жан ренжіп, қашан мені өз еркіме жібересіз? Үнемі қадағалап жүресіз. Менде адамым ғой дейді. Көкесі Жаман, егерде сен өзіңді қорғай алатын дәрежеге жеткеніңде мен сені қадағалауды қоямын деп уәде етемін дейді. Содан кейін Жан күрес өнерінен хабары бар көкесінің досы Пасен көкесінен күрес өнерін үйретуін сұрайды. Содан үйреніп бастайды. Күнде жаттығады. Соның нәтижесін көкесі Жаманға көрсету үшін көкесі оған қарамай тұрғанда соққы беріп, оны жығуға тырысады. Бірақ қолынан келмейді. Себебі көкесі үнемі оны сезіп қорғанып қалады. Оған ашуланып, Жан одан әрі мықтырақ жаттығып бастайды. Бір күні Жан кешке дүкеннен келе жатып сыныптас құрбысына бұзақылар тиісіп жатқанын көреді. Оған көмектеседі, бірақ өзі бұзақыларға ұсталып қалалы. Сосын бұзақылар Жанға тиісе бастайды. Пасен көкесінен үйренген күрес өнерімен әлгі бұзақыларды бірінен соң бірін ұрып жығады. Бұзақылардың бірі өздерінің әлі жетпейтінін түсініп су қару пышағымен тап береді. Сол сәтте көкесі Жаман келіп бұзақыларды тоқтатып қарындасын алып кетеді. Көкесі Жанға қанша мықты болсаң да қаруы бар адамды жеңе алмайсың. Қашып кетуің керек еді деп ұрсады. Сосын уақыт қайтадан қазіргі кезді көрсетеді. Жан мен Печонмен екеуі қара бетперделі жігітті байлап қойып, оның немен айналысатынын қарап отыр екен. Сөйтсек ол жігіт үй іші сырты түгел сол қала аймаққа қойылған бейне бақылауларды күзетеді екен. Оны көріп Жан жынданып әлгі жігітті соққыға жыға кетеді. Ол жігіт, мен сенің ағаңмын, Менхеге оқ-дәрі апару керек деп есі ауысқандай тоқтамай қайталай береді. Печон мен оның аузына шүберек тығып, бұл тек бізді алдағысы келеді деп екеуі де оған мән бермей жан-жағын зерттеп жүргенде. Әлгі бетперделі жігіт кісенін өзі шешіп Жанға қарап, Печонинге сенбе деп қашып тығылып алады. Артынан екеуі де қуа жөнеледі. Бірақ таппай қалады. Жанды артынан ілестіріп тар тұзаққа қамап қояды. Печонменді де ұстап қинап байлап тастайды. Сосын Жанға менде көкең берген құжат бар, соған келіссең мен саған бағынамын дейді. Жан өтірік келіскен болады. Сосын Жанды босатып, енді сен бастықсың деп айтқаны да сол еді. Жан жігіттің маңдайына қару тіреп Печонменді де босат дейді. Әлгі жігіт, жоқ, басқа бұйрықтарыңды орындаймын, тек оны емес. Себебі Печонмен келген соң көкең қайтыс болды. Көкеңді сол өлтірді. 0404 нөмірлі папканы аш, бәрі сол жерде көрсетілген дейді. Печонмен жоқ Жан деп айқайлайды.
Оны бүгін көрдім, мен үнемі қасыңда болдым, өзің куәсің ғой. Мүмкін ол сені алдап сол тетікті бастырып бізді ұстап бермекші болар деп сендіріп папканы аштырмайды. Жан әлгі бейтаныс жігітке онда сен Менхеге оқ-дәрі апар деп бұйырып сонда жібереді. Печон мен әлгі жігіт кеткен соң Жанға алғыс айту үшін оны құшақтап жібермей құлағына осының бәрін істеген менмін деп Жанға талдыратын ине салады. Жан абдырап отырып қалады. Телехикаяның 4-ші бөлімі осы жерде аяқталады. Достар, мен Шеболь против детектива деп аталатын 2024 жылы шыққан кәріс телехикаясын келесіде қысқаша мазмұндайтын боламын. Қызықтырса менің арнама жазылып қойыңыз. Себебі қысқаша шолу жасайтын арна көп. Мені жоғалтып алуыңыз мүмкін. Кездескенше достар.